Қай заманнан бері бір затпен бөліскім келіп тұратын еді. Халық арамызда. Көп сүйеміз өктем сүремеге тарихымыз ван, қайдам халқымыз ван, байрамларда, тойларда байрағымызды жоғары көтеріп, көкірегімізге соғып, міне мен ноғаймын, икон тарихтың иесімін деп. Сорау қайтса өзімізге, міне халқымға, қайда икон пайда тидірмеге болаяқпан деп, не зат етпе боламын деп. Көп ақшалы затларын ақынан сөйлеме, қайым культураман, политикаман байланыслы, спортпан байланыслы проектлерін ақынан сөйлеме, ярайды бізге, міне мына зат етейік, анауын етейік, мынауын етейік. Ол сөз жоқ, ол керек затлар. Ең біріншілі өзімізге қайтсақ, арамызда, айылымызде, қардашларымыз ван, юқларымыз ван, балаларымыз ван, ана тілде сөйлегенді қойғамыздай көремен үшін айтсам. Міне ана тілімізде аз сөйлейміз бір-бірімізбен. Соның не қадар пайдалы болған затында біз аңламаймыз. Неге десең, сол ана тіліміз тарихымызге де, әдетімізге де, дінімізге де сол затпен бірге келген қанмен сүтпен бізде сол затты сақаламаймыз. Міне ойланып қараңыз, не қадар аманат болған зат екен ол бізге. 100 еллап, мың еллап бізге дер bizim ата бабаларымыз сол тарихты мына ана тілімізде үйреткен, ана тілімізді сақлап келген сағадер етеді бүгінгі күнімізге. Емсенде сол тарих бөлінеді, тоқтайды. Ана тіліңде де сөйлемейсің артық, балаларың да сөйлейік ту. Неге десең сен қойғасын. Айыл ішінде өз араңызда сөйлеген тоқтатқасын. Соның үшін икон затларын ақынан көп ойланмай, икон проектлер деп айтқан затларыңды құры ана тіліңді сақласаң, ана тіліңді үйренсең біріншілей. Не қадар халқыңа да өзіңе де пайдалы болайық зат екен көрейіксін. Ана тіліміз bizim өзімізді сақлайтаған, бізді өзімізді белгілейтаған зат. Сол зат үшін ана тіліңізді жоймаңыз, сол затты үйретіңіз, өзіңізде сөйлеңіз.